Біздің түсірілім топ Өзбекстанда қазақтар шоғырланған Кенемеғ жеріне ат басын тіреді. Бұл сапар жай ғана ресми іс-сапар емес, шын мәніндегі рухани жол болды. Осы өңірдің қонақжай халқының тұрмысымен танысып, көрермен үшін ерекше репортаж әзірлеуге кірістік. Облыстық баспасөз хатшысының көмекшісі. Өзі газеттің редакторы болған. Бұхара аймағының қазақ ауылдары бар. Пешку, Раметан деген жерде Шұрық, Жыңғылды деген. Кейін Ұзынқұдық, мына Үшқұдықтың қазір Үшқұдық аймағының Ұзынқұдық аймағында сол жерлердің барлығы қосылып, үлкен бір аудан болып ұйымдасқан. Кенемеғ тек өткенімен емес, болашағымен де маңызды. Мұндағы әр түтіннің қазақы жылылық сезіледі. Қызығы 38 мектептің 28-інде оқу таза қазақ тілінде жүреді. Бұл ұлттық ұстанымға берік елдің дәлелі. Ассалаумағалейкум, амансыз ба? Қуаныштымыз көргенімізге сіздер. Жалпы Кенемеғ аудандағы білім саласында істейтін бірден бір қазақ бауырларымыз екенсіз. Қуаныштымыз. Қазір мектеп директорысыз, иә? Мектеп директоры. Мынау қара шаңырағыңыз. Қара шаңырағымыз осы мектепте педагогика саласында енді 30 жылдан болып қалды, астам енді жақын. Осы салада істеп келе жатырмыз. Жақсы әйтеуір осы қазіргі күнде осы жерде өсіп өніп. Иә. Бала-шағамыз. Бала-шаға, неше бала-шағаңыз бар? 3 ұл, 1 қызым бар. 3 ұл, 1 қызыңыз бар, иә? 2 қыз тұрмысқа шыққан. Қазақ мектебі ғой, иә? Қазақ мектебі. Қанша оқушы бар? Біз 250-ге жақын оқушы бар қазір. Бұл кісі Кенемектегі алғашқы қазақ мектебінің қазіргі директоры Жаңабай Тайырбеков. 30 жыл бойы ұрпақ тәрбиесіне үлес қосып келе жатқан ұстаз. Оның айтуынша, білім мен тіл қатар жүрсе ғана ұлт рухы сақталады. 3 қыз, 1 ұл дедім ғой, 2 қызында алим алматты. Екеуі тұрмысқа шығып кетті. Тұрмысқа шығып кетті. Жоқ, осы жерде өзімізге тұрмысқа шықты. Кенемектің? Иә, Кенемекте осы жерде тұрмысқа шықты. Екеуі де алим алматты болды. Біреуі Горный институт оқып бітірді. Қазір Арабшанда тұрмысқа шыққан, сол жерде істеп не жатыр. Екінші қызым да боламыз Горный институтта бітіріп, осы қазір мынау мақалаларда жеткілік деген шыққан ғой, сонда Иштимаи химая дейді. Сонда істеп жатыр. 2 қызым да жақсы әйтеуір. Мына енді қызымыз енді 3-ші қызымыздан қазір енді дайындалып жатыр, репетиторлық сертификат алуға. Сол азанда үйден шығып, сол жайлап мектепке барып, оқушыларды күтіп алып, олардың оқытушыларды күтіп алып, көңіл күйі қандай, қалай келе жатыр жұмысқа дегендей. Сосын әйтеуір зауышқа, замдарға тапсырманы беріп, күндегі бір күндік істелінетін. Қаны не жұмыс бар деп ойласып, кеңесіп олармен де істелінетін жұмысты белгілеп аламыз да. Белгілеп аласыздар ғой, иә? Кейін әйтеуір мектептің айналасында көріп, завхоз бар, оған әйтеуір тиісті жерлерді беріп, мына жерлерді шаптырып, мына жерге мынаны ек, мынаны ал дегендей. Сондай жұмысты бастап кете береміз да қалған. Осы мектебімізден алдымыздан тұр. Бабур, не аласың оны? Ұятқа жай жүр. Бұл мектебім 1 ғасырға жақындап қалды. Осы ауданы 25-ші жылы құрылған болса, бұл 26-ші жылы енді Осы аудандағы ең алғашқы мектеп. Алғашқы мектеп 26-ші жылы ташкент тапқан енді. Бірінші мектеп алғашқы. Өзіңіз былай мектеп директоры болғаннан кейін бір іштей қандай бір арманыңыз бар осы? Жалпы мектепке байланысты не өзгерткіңіз келеді мысалы? Мен өзім арманым өтіп бос дегеннен кейін осы мектепте әйтеуір білім, балдарды жақсы білім тәрбиелеп шықса, келешекте әйтеуір маман ол осы мына өзі елбасымыздың айтады ғой, жаңа Өзбекстанды мысалы үшін мынау жастар құрады деп. Мектеп қосылған. 2 қабатты мектеп, иә. Уақытында не бар? 2 қабатты бастауышылар. Сонда бала 99 жыл болған ба сонда? 99 жыл болды, ендігі жылы 1 ғасырға толар насып болса 100 жыл. Дайындықтары жақсы ғой, иә? Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Директорлеріңіз қатал ма? Біз арнайы Қазақстаннан келдік. Директорлеріңіз әлі. Қалай жалпы ұнай ма директорлеріңіз? Иә, жақсы. Қандай ерекше қасиеті бар сіздерге ұнайтын? Сол бастықтық. Лидер дейді ғой, бастықтық. Көшбасшылық па? Иә. Көшбасшылық.
Содан кейін мен айтып тұра ұстап тұра беремін. Көшбасшылық одан кейін мейірімді. мейірімді ма? Иә. Там әкеміздей әйтеуір қорғайтын жерде қорғайды. Жұмыс алып баратын кезде алып барады. Қаталдығы да бар. Сіз өзіңіз осы жерде кім болып істейсіз? Мен өзім негізі қазақ тілі әдебиет бітіргенмін, оқытушымын. Қазіргі кезде бұл жайда декретке отпускіге кеткеннен кейін Жұмыс істеп жатсыз ғой, әдемі, күшті. Ұнай ма директорлеріңіз жалпы? Күшті, бастықтарымыз бәрі жақсы. Біздің қазақ тілінде сабақ алып балаларымыз барлық сабақтар қазақша өтіледі бізде. Кітаптарымыз қазақша, оқулығымыз да балаға тәлім тәрбие қазақша өтілетін мектебін қазақ балалар қойды. Соған 30-дан астам жоқ педагогтарымыз бар. Али тайпалық оқытушыларымыз бар. 4-еу, бірінші тайпа 7-еу, екінші тайпа 8. Дәрежелі да, дәрежелі. 70% енді дәрежелі оқытушыларымыз да. Енді мысалы үшін бізде мынау жылына 2 рет аттестация болып жатыр, сонда жақсы оқытушыларымыз өтіп келіп жатыр. Олимпиадаға шықтық кеше, осы жақында аудан басқышы болды, сонда мектебіміз қазір 36 мектептен 3-ші орында тұрмыз. Иә, 3-ші орында олимпиададан шыққан балалар бойынша да. Сыныбымыз. Мұнда 4-ші сынып оқушымыз. Бізде жолы айтып жақсы, жылы, қазір осылар балдар шешіліп отыр. Оқулықтарымыз да қазақша. Барлығы. Иә. Қазақша. Қазір қандай пән өтіп жатсыздар? Табиғат пәні? Иә. Ұнай ма сабақтарыңыз? Иә. Бүгінгі тақырып қандай? Адам және ішкі мүшелері. Тамаша, ғажап. Сонда алдыға сөз. Мысалы, қолымыз бар, иә? Бұл қолымыз біздің неміз? Сыртқы мүшеміз және аяғымыз бар, иә? Аяғымыз бұл кітаптарыңды ашып қойыңдар. Бұлар барлығы біздің неміз? Басымыздағы да бұл сүйектеріміз бізді сыртқы нелерден қорғайды. Сыртқы келіп тиетін соққылардан қорғайды. Егер біз тек сүйектен ғана қорғалсақ, біздің жүру қозғалысымыз қиын болады. Ал егер адам етіктен ғана тұратын болса, ол кезде де адам жүре алмайды, иә? Тәрбиелейміз балдарды осыған қарап. Мынау мысалы үшін жыл мезгілдері әлі жақында бастаған даярланған жерлер бар. Мысалы қыс, көктем, жаз, күз болып балдардың жыл мезгілдерінде. Здравствуйте. У нас урок русского языка. Қалайсыздар, жақсысыздар? Бізде енді өзі айтып қойған қазақ тілінде өтіреді, енді арасында орыс тілі, өзбек тілді, олар енді аптасына 2 рет оқып тұрады, оқытып тұрамыз ол тілді. Қалғаны бәрі қазақша, өзің айтқандай. Қазақ білесіңдер ме, орысша қайсысын білесіңдер? Орысша. Айт қызым, сен масқына білмейсің ба? Ұялып тұрғанша. Орысша оқи аласыңдар ма? Оқып беріңдер ешкім бір не? Бір предложениені оқып беріңдер. Саланың бәрі. Мынау мысалы үшін қазақша. Тұр болған. Это моя комната. На столе лежит мой книги, мой и мой тетради. У стола мой кресло. Справа мой шкаф. Я хочу сказать, у меня сегодня первый день. Я сама студентка 4-го курса Малайского государственного педагогического университета. У меня сегодня первый день урок. Я сюда устроилась со 2-й четверти. Я сейчас в данный момент сама учусь, но я до этого проводила уроки. У нас практически работы были. Я сейчас работаю над собой. Я хочу защитить диссертацию, еще обучиться подальше и поступить в магистр. Продолжить учебу. Учиться никогда не поздно. Я сама. И мне очень нравится. Я стараюсь, чтобы... Раньше другие
Это уже моя вторая профессия. Первая моя профессия была, я медиком была, гинеколог была. Это моя вторая профессия. Вам Педагог. Педагог это нравится, Да, педагог, преподаватель по русскому языку. Бас мұғалім айтпақшы, ұлтты ұлт ететін білім мен болмыс бұл жерде екеуі де бар. Енді назарымызды аудан орталығында аударайық. Бір ғасырлық той басталып кеткен екен. Демек ауданның мына Абай көшесінің бойында тұр, мына 40 шақты қар үй тігілген бұл ауданның 100 жылдық мерекесін тойлау шарасындағы көрінісі. Менің ар жағымда аудандық әкімдік, одан кейінгі мына жерде тұрған мына сахна кешкісін осы жерлерде керемет кеш болады. Бұл жастар саябағында тіпті Өзбекстанның белгілі эстрада жұлдыздары да өнер көрсетеді деген жоспар бар екен. Қазір осы той жайлы толығырақ білетін боламыз. 2025 жылы Кенемек ауданы үшін ерекше жыл. Бір ғасырлық белесті еңсерген аудан бұл күнді елдік мереке ретінде атап өтті. Қазақстан мен Өзбекстаннан келген делегация, зиялы қауым мен жергілікті жұрт бір дастарханда бас қосты. Саламатсыздар ма? Журналисттерге кіріп кете беру. Үш бармаққа келіңдер. Саламатсыздар ма? Түркістан телеарнасында аман-яра әлсәңде, аман-яра келіңде байласәңде, аман-яра, аман-яра әлсәңде, аман-яра келіңде байласәңде, аман-яра. Шындай бақты заманда, аман-яра, açılıp oynasәңде, amан-яра. Şunday baxtlı zamanda aman yar, açılıp oynasəngdi aman yar, adayı oynayı aman yar. Üç barmaq, Üç barmaq деген ауылда қазақ, қарақалпақ, өзбек халқы өте жаңағы дружный дейді ғой, тату тәтті жасайды. Осы ауданымыздың ең белсенді әйелдері. Шүртепа махалла. Жас кездеріңізде әнші болғансыздар ма? Ассалаумағалейкум. Байрамlar bilan. Ассалаумағалейкум. Осындай мерекелік шараны өздеріңіз баста деңіз, кейіпкер өздеріңіз. Ақшаға тойға шықпайсыздар ма негізі? Үйлі жайлы болып кеткенше қадағалайды осы ұстаздарымыз. Жан жақтама ұстаз біздерге. Құмның арасында көшпелі рухтың ізі жатыр. Ол Кенемек, бұл тарихтан сыр шерткен, болашаққа сеніммен қараған қазақтар көп шоғырланған мекен. Қадірменді ауылдастар, жерлестерім, бүгін үлкен мереке, үлкен той. Кенемектің 100 жылдығы. Осы қарсаңда мен бір айта кететінім, менің әкем Абдуллаев Жарылқасында бүгін тірі болғанда марқұм 100 жасқа толған болатын еді. Ауылдастарыма тілейтінім, той құтты болсын, әрқашан жақсылық болсын, той тойласын, Қазақстан менен Өзбекстанның арасындағы достық нығая берсін. Кенемек тарихы тереңде, тағылымы мол аймақ. Бүгінде мұнда қазақ, өзбек, қарақалпақ және өзге де 20-дан астам ұлт пен ұлыс өкілі бірлікпен бейбіт өмір сүруде. Қандастарымыз ата жұрттан жырақта болса да салт дәстүр, руханият пен өнер секілді құндылықтарымызды сарқыттай сақтап келеді. Атаулы шараға облыс әкімі Нұрмат Тұрсынов та келді. Қазақстан мен Өзбекстанда қарым-қатынасты бұрынғыдан да жақсарған тілге тиек етті. Елбасы президент аман болсын, тыныштық заманымыз. Аумин. Аллаху акбар. Hoş geldiniz. Bayram yedim men bitta. Zo'r ekan, rahmat. Yana shuni alohida ta'kidlamoqchimanki, shu oxirgi yillarda hurmatli prezidentimiz rahbarligida amalga oshirilayotgan ishlarning barchasini ko'ryapsizlar. Infrastruktura bo'ladimi, ijtimoiy obyektlar bo'ladimi? Eng asosiysi, birinchi kundan hurmatli prezidentimiz qo'shni davlatlari, yonimizdagi birodar davlatlarimizni hammasini chegaralarini ochib, bemalol O'zbek Qozog'istonga, Qozog'iston O'zbekistonga, Qirg'izistonga, Tojikiston bo'ladi. Bemalol mana kirib chiqish
eng asosiy birinchi aloqalarni tikladilar. Сондай-ақ мерекелік бағдарлама аясында жаңа әлеуметтік нысандар ашылып, тарихи орындар таныстырылды. Тұрғындар мен қонақтарға қазақтың киіз үйлері тігілді, ұлттық тағамдар мен дәстүрлі өнер туындылары ұсынылды. Көрші қолаңды шақырып, бесікке салар дәстүрлі құрыятымыз bizler. Balamızın alıp келін, Жүзбай баламыз, Кенебектің 100 жылдығы қарсаңында туылған. Нағашы әжесіне бер, әжесі салады бұны. Оң. Ал бесікке бөле беремді. Мына неде шашу сіздерге алыңыздар. Туған жерге бола аласың, иесің. Туған жерде соққан барлық жүректер, туған жерге қарап жүзер ниеті. Шөлдегенде шыңыраудан су тартып, құмға ойнаған қолға ұстаса келеді. Арнайы ұйымдастырылған көрмелерде аудандық архивтің 100 жылдық тарихы, фотоматериалдар мен құжаттар жұрт назарына ұсынылды. Мерейтой бауырлас халықтар арасындағы достық пен бірліктің, тарихи сабақтастықтың жарқын үлгісіне айналды. Енгендей сәнге қалам, кенімек, басты бүгін өрге қадам. Ауданның ұлы тойы осы емес пе? Елде бүгін жадырап, мен де жанам. Наламында болмайды құсам мұнда, қыран құс дүр сілкінер ұшарында. Туысқан, өзбек, қазақ, қарақалпақ шалқып жүр кенімектің құшағында. Өзбекстанның Қызылқұмы тарих пен тағдыр тоғысқан мекен. Дәл осы құм арасында ғасырлық ғұмыр кешкен қазақ бауырларымыздың біразы өмір сүріп жатыр. Кенемекте өзіңіз қандай шаруамен айналыстыңыз? Мен ең әуелі медицина сахасында істедім. Медицина қандай да? Фельдшер болып істедім. Кенемек районының ең ұзақ Прике, Жаңақазған деген жерлерінде істедім. Онан кейін Самарқандық қышылық қожалық институтын бітіргеннен кейін бас зоотехник, зам директор, правком раисі, онан кейін партком секретары. Ал 1992 жылдан баслап мехнат бөлімінің басшылығы вазифасында 2006 жылға шекем істеп пенсияға шықтым. Жалпы пенсияға шыққаннан кейін қалай өзі жалпы? Пенсияға шыққаннан кейін де біз үйде қарап отырғанымыз. Көшенің, мақалламыздың, районымыздың абаданшылығына фаал қатынасып келе жатырмыз. Ауданның бүгінгі 100 жылдық мерейтойына деген екенсіңдер, қош келдіңдер. Қанша жыл болды өмір сүріп жатқандар? 56 жыл. 56 жыл. Иә. Өзгеріс бар ма, өзгеріс бар ма? Өзгеріс болғанда осы Кенемек районында жасағаныма мен өте қуаныштымын. Бүгінде Кенемек көп ұлтты тату аудан. Қазақ, қарақалпақ, өзбек және өзге ұлт өкілдері бір шаңырақ астында өмір сүріп жатыр. Аудан халқы еңбекқор, елгезек, өз болмысын жоғалтпаған жұрт. Өзбекстандағы қазақтардың жағдайы жақсы екенін біліп көріп қайттық.